Сәлем құрметті фотошоперлер. Мен бүгін аяқ асты сабақ шығарғым келіп қалды. Себебі менің кумирім РКД-ның сабақтарын көрмегелі көп болып еді. Мына сабағы маған қатты ұнады. Иә, мен білем, бұл РКД-ның сабағы. Бірақ та маған оның сабақтары қатты ұнайды. Үнемі жібермей көретінен біраз болды көрмегелі, бірақ та осы сабағы мені ерекше баурап алды. Кешіріңіздер егер қайталап жасап жатсам, бірақ та мен өз каналыма міндетті түрде РКД-ның бір сабағын салғым келді. Осы болатын. Маған қатты ұнады, енді сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мен өзімнің қазақша нұсқамда бұны сіздерге түсіндіруге тырысам. Бізге керекті фото осы. Мінекей қолды осылай суретке түсесіздер. Бізде бірінші FX-ке кіріп, блурға кіріп, бізде бұның күшін 4-ке қойып аласыздар, 3-ке қойып аласыздар. 3 немесе 4, яғни фотоның қатты тұнықтығына байланысты мінекей мен 3-ке қойған болатын, сіздер 3 немесе 4-ке қойыңыздар. Ең не сол дұрыс. Мінекей өшіргішті алып, өшіргішпен тек қана қолдарын өшіреміз. Қолдарын дәл осылай өшіріп аламыз. Мінекей қолдарын тура осылай. Тек қана қолдарын өшіресіздер. Басқа жерін өшірудің қажеті жоқ. Басқа жер блур болып тұрған жақсы. 4-тен де жоғары блур қылсаңыздар да аса қатты зиян тимейді. Керекті добавить фото, әрине добавить фотосыз бізге еш нәрсе болмайды. Керекті фотосыз. Экранға кіріп, экранда осылай судың тамшылары бұл. Қолға, қолдың жан-жағына қойып өшіргішті алып, тек қана қолдың енді жоғары қолға қоямыз. Басқа жердегі барлығын өшіріп, тек қана қолдың астыңғы жағын өшіріңіздер. Қазір біз ол жерге арнайы керекті материалды әкелеміз. Жан-жағынан шашырап тұрған тамшылары қалса болды. Окей, бізде енді екінші қолды әкелеміз. Екінші қолды тура солай. Екінші қолды тура солай экранды қоямыз. Экранды қой бәсе. Экранды қоямыз. Экранды қойып, жан-жағын өшіреміз. Қолдың ішін өшіріңіздер, қолдың ішін. Қолдың ішін әдемілеп тұрып өшіреміз. Жан-жағында тамшылар болса болды, екі қолдың жан-жағында тамшылар болса болды. Твердісі, яғни рызыск болып өзгеріп кеткен қазір бұл. Соны барынша азайтып алыңыздар жан-жағын. Чоткі болса біртүрлі өшіп қалады. Бұны бір жеке өзін окей қылып аламыз, себебі қозғалып кетуі мүмкін. Қазір тұра тұрыңыздар, мен мына фотоны қырқып алайын. Қырқпасам, себебі үлкен көрінбей қалып жатыр. Добавить фото. Енді бізге керекті соңғы финальнені қоямыз. Қол дайын, қол PNG форматта. Бұны мен топқа салам. Осыны аласыздар. Тура осылай қойып, дәл осылай қойып, енді бізде қолдың үстінде кішкене өшіріп жібереміз қазір. Өшіргішті алып көрсетейін. Біріншіден мынаны азайтып алайын, себебі көрінбей қалады. Осы жерлерді кішкене өшіріп жүрсеңіздер болды, тура бір қолдан шашырап шығып отқан сияқты болып көрінеді. Қолды мына жақта қолдың ұштарын бірде мынаны қойған кезде қолдың ұштарын сәйкестендіресіздер барынша. Енді чоткі болу маңызды емес, бірақ та барынша видеода көріп тұрсыздар. Қолдардың ұшын чуть-чуть өшіреміз. Окей. Осымен енді шамалы азайтамыз күшін. Бұның да күшін шамалы азайтамыз, себебі арғы жақта киімнің бір жерлі, яғни көрініп қалу керек. Киім көк түс екен. Окей. Бізде енді инструментте келесі біздің жұмысымыз жоқ. Добавить фотода тамшылар. Мен тамшылар жасаптым. Тамшыларды, окей. Тамшыларды дәл осылай. Тағы да тамшыларды қосасыздар астыңғы жағына. Жаңа аз болып қалды менде. Енді сіздерді бірінші аз қылып, сосын барып қоспасаңыздар, бірден көп ол ерсі болып кетеді. Дәл осы жерден күн бірінші жарық береміз. Жарық береміз. Жоғарыдағы өшіргішті аласыздар. Жоғарыдағы өшіргішті алып, мен қойған атау иньянды басамыз. Білмеймін оның атауын. Бояғышқа автомат түрде түседі. Оны қоймай қойыңыздар. Ана иньянды басқасын автомат түрде бояғышқа. Енді тек қана судың үстін, қолдың үстін бояп шығамыз. Енді аса қатты көрінбеуі мүмкін. Мен барынша жарықтың светін азайтып тастадым. Дәл осы жүйеде контракт, насыщаймыз және де басқа температурамен барынша ойнаңыздар. Бізде температура аса қатты рөл ойнайды. Температураны азайтқанда көк түс береді. Көбейткен кезде сепия дейді ғой, сарғыш түсті береді. Яғни бұл жерде біз азайтуымыз керек температураны. Светлыйды шамалы көтеріп, енді светлый аса қатты маңызды емес. Дәл осылай, окей. Дәлші бізде FX. FX-сіз бізде тірлік бітпейді ғой. FX-тен біріншісінде HDR1, HDR1. HDR1-ге қойып аласыздар. Джокерге де қойсаңыздар болады, бірақ HDR1-ге қойып аласыздар. Суды бәрін чоткі көрсетеді бұл. Окей, бір ұрып алсаңыздар үстіне басыла береді, шығып кірмей ақ. Джокерді қойасыздар. Дайын. Құрметті достар,
РКД-ның анда-санда осындай өзіме ұнаған сабақтарын қазақша түрін шығарып тұрсам қарсы болмайтын шығарсыздар деген үміттемін. Және де келесі сабақ келесі сабақ киномастерге арналады. Құрметті фотошоперлер, сау саламатта болыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын.